тәуекел тақырыбын тұжырымдай келе айтатын болсақ, ислам ғұламаларының тәуекел туралы тоқтамына тоқталсақ, тәуекелдің жемістері мынадай болмақ. Бірінші, Алланың жәрдемінің келуіне себеп болады. Екінші, шайтанның азғыруынан сақтануға септігін тигізеді. Үшіншіден, тәуекел адамды батылдыққа тәрбиелейді. Төртіншіден, ризықтың келуіне дәнекер болады. Бесіншіден, мұсылман баласының иманының біріктігі тәуекелмен дәлелдене түседі. Алланың қамқорлығында болады. Алланың сүйіспеншілігіне бөленеді. Ең ұлы жеміс ақыретте жәннатпен сүйіншіленеді. 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін әлемдердің Раббысы Алла тағаланың сөзімен түйіндесек, Истағфирулла бисмилля, «Ва ман ятаваккал алалла фахуа хасбу». Кім Аллаға тәуекел етсе, онда ол Алла оған жеткілікті дейді Талақ сүресінде. Олай болса, тәуекелдің талаптары мен шарттарын шариғатқа сай сақтай отырып, мәңгі тірі, құдіретті, шексіз көктер мен жерді меңгерген жалғыз Аллаға шынайы тәуекел ете білсек, ісіміз оңға басып, екі дүние бақытына бөлінеріміз хақ. Алла тағала біздерді өзіне тәуекел ете білген, жүрегі тәуекелшіл, еңбекқор, ақыл ойы алға жетелейтін алғыр құлдарынан болуымызды нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.